Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин мырза осы саммит барысында бір жаһан елдерінің жалпы көпшіліктің бір қызығушылығын тудыратын, үлкен резонанс тудырған бір сондай бір ой айтты. Ол жаһандық даму, жаһандық өркениет, жаһандық қауіпсіздік және жаһандық басқару деді. Бұл деген сөз не? Бұл деген сөз, яғни жаңағы Шанхай ынтымақтастық ұйымының негізгі миссиясының бірі ол көпполярлық басқаруды жаңағы үйлестіру. Яғни алдағы уақытта осы төрағаның осы сөзін да терең зерделейтін болсақ, әлемдік бір тәртіпті орнатуды көздеп отыр қазіргі геосаяси ахуалда. Бұл жаһанның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге негізгі бір басты назар деп ойлаймыз. Сонымен қатар осы Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы негізгі бір жаңалықтардың бірі ол негізгі 4 орталық құрылатын болды. Біріншісі мынау діни радикализмге қарсы, екінші мынау есірткі тасымалына қарсы, сосын кибер қауіпсіздік және де мынау терроризмге қарсы 4 орталық құрылатын болды.